Чарли Чаплин күлкі мен қайғыны бір сәтте тоғыстырған ұлы актер, режиссер және композитор. Оның цирк фильмі адам өміріндегі жалғыздық, махаббат пен тағдыр тақырыптарын күлкі арқылы жеткізген ерекше туынды. Фильм дыбыссыз 1928 жылы шыққан. Соңғы нұсқада тек қана музыка бар. Бірақ эмоция, көзқарас, қимыл арқылы бәрін түсінуге болады. Міне Чаплиннің шеберлігі. Ол музыка мен монтажды ерекше пайдаланған, күлкілі сәттер мен драманы бір-біріне табиғи жалғаған. Фильмнің басты кейіпкері Кезбе. Ол циркте кездейсоқ түсіп, күлкі туғызу арқылы адамдардың сүйіктісіне айналады. Ол циркте жүрген кезде бір қызды кездестіреді. Нәзік, әдемі, арманы бар қыз. Цирктегі жұмыс Чаплиннің кейіпкері үшін тек қана табыс көзі емес, өмірдің мәніне айналады. Фильмде қыздың әкесі оны басқа жігітке бергісі келеді. Бұл сәт басты кейіпкер үшін ең ауыр кезеңдердің бірі. Ол қызға ғашық болса да әкесінің шешіміне қарсы келе алмайды. Сол сәтте кейіпкердің көзіндегі мұң үнсіз күлімсіреуі оның нағыз сезімін көрсетеді. Онда күлкі жоқ, тек ішкі қайғы мен қабылдау бар. Арқан ол тепе-теңдік, тәуекел дегенді білдіреді. Шатыр, қауіпсіздік пен шектеу. Шарлар болса, бала кездің, армандардың белгісі. Күн сайын оның күлкісін көріп, оған іштей ғашық болады. Бірақ ол қыз басқаға ғашық екенін білген сәт кейіпкер үшін ең ауыр соққы болады. Сол сәтте оның күлкісі сөнеді, бірақ ол бәрібір ешкімге ренжімейді. Ол қызды бақытты өзінен жоғары қояды. Чаплин сөзсіз сөйлейді, тек көзқарасымен, қимылымен, эмоциясымен береді. Мысалы, қыз басқаға ғашық екенін көрсеткен сәтте көздің аздап төмен түсуі, баяу жұмылуы, мұң мен қабылдауды білдіреді. Цирк әр адамның батылдығын, еңбегін және рухани күшін көрсетеді. Онда әр номер адамның өз мүмкіндігінен асып түсуге тырысуы. Фильмнің басты идеясы күлкі арқылы өмірдің ауырлығын жеңілдету. Арена мен қозғалыс. Арена әрдайым цикл тәрізді қозғалады. Өмірдің үздіксіздігін білдіреді. Кезбе қозғалысы баяу болса, ол мұң. Жылдам болса, ол күлкілі сәттер. Цирк мен үшін ерекше әлем. Онда адам мүмкін емес нәрсені істейді. Құлап тұрып қайта көтеріледі. Арқан үстінде жүру адамның өмір жолындағы тепе-теңдікті іздеуі сияқты. Күлкі ауыр сәттерді жеңілдетудің ең мықты қаруы. Фильмде шынайы трюктар бар. Чаплин өзі арқан үстінде жүріп, циркте ойнайды, каскадерсыз. Ол жалғыз өзі сценарист, режиссер, актер және композитор болған. Цирк ерекше, өйткені онда өмірдің өзі бар. Күлкі де, қорқыныш та, құлау мен қайта тұру да, аксессуарлар мен реквизиттар жайлы айтатын болсам. Цирк жануарлары, шатырлар, арқан мен шарлар бұл тек қана көркемдік үшін ғана емес, өмірдің символы. Фильм түсірілім кезінде цирк декорациясы өртеніп кетіп, Чаплин бәрін басынан жасаған. Түсірілімге 5 жыл уақыт кеткен. Цирк фильмі үшін Чаплинге Оскар марапаты берілген. Күлкілі өнерге қосқан үлесі үшін. Бұл фильм түсіріліп жатқан кезде Чаплиннің жеке өмірінде көптеген қиындықтар болған. Сондықтан оның мұңын кейіпкерден көруге болады. Кезбенің шляпасы оның маскасы, өзін қорғайтын зат. Тақия тек комедиялық реквизит емес, кейіпкердің икемділігін, қозғалысын көрсететін символ. Шляпа мен тақияны дұрыс емес сәтте қолдану ол күлкіні тудырады, бірақ ішкі осалдықты көрсетеді. Ол қыздың бақытын өзінен жоғары қояды, ал өзі жалғыз қалып тағы да жолға шығады. Бұл көрініс Чаплиннің адамгершілігін, таза жүрегін көрсетеді. Чаплин көрсеткендей, өнер мен мейірім адамды құтқара алады. Тіпті жалғыздықтың өзінде адам үмітін жоғалтпауы керек. Ол бізге нағыз махаббат өзімшіл емес, ол құрмет пен мейірім екенін еске салады.